Баршаңызға қайырлы күн. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Арал ауданы бойынша білім беру ұйымдарындағы қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің білім беру үдерісінде инновациялық технологияларды қолдану және әдістемелік сүйемелдеу тақырыбындағы тәжірибе алмасу әдістемелік алаңына қош келдіңіздер. Зумда бейне байланыс режимінде қатысып отырған Қазалы, Қармақшы, Жалағаш аудандарының педагог қызметкерлеріне, әріптестерімізге алғыс айтамыз. Педагог зерттеуші санатына ұсыныс беріп отырған әріптестеріміздің жұмыстарына кезек берейік. 92-ші орта мектебінің қазақ тілі және әдебиеті мұғалімі Құрманаева Сәуле Серікқызы. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Менің бүгінгі сіздерге ұсынатын әдістемелік нұсқаулығым сөйлеу мәдениеті мен тілдік таным. Сөз мәдениеті мен тілдік таным бір-бірімен тығыз байланысты. Сөз мәдениеті тілдің дұрыс әрі әдемі қолданылуын қамтамасыз етсе, тілдік таным ұлттың дүниетаным мен мәдениетін тіл арқылы жеткізеді. Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталық акционерлік қоғамының филиалы Қызылорда облысы бойынша кәсіби даму институтының 2024 жылғы 5 қаңтардағы сараптау кеңесінде қаралып, баспаға ұсынылған. Қоғамдық гуманитарлық бағыттағы 10 сыныпқа арналған жалпы білім беретін мектептің негізгі бағдарламаларымен сәйкестендіре, қазақ әдебиеті пәнінен қазақ халқының шешендік өнері атты таңдау курсы бағдарламасы білім стандарты негізінде гуманитарлық бағытта оқитын 10 сынып оқушыларына арналып құрастырылған. Оқушылар шешендік дәрістерді мектеп қабырғасында бойға сіңірсе, коммуникативтік дағдылары бойында бар, көшбасшылық қасиеттері дамыған толыққанды тұлға болып қалыптасады. Сол себепті шынайы өмірде алған білімдерін шыңдауда бұл бағдарламаның алатын орны ерекше. Қазақ халқының шешендік өнері де курс ретінде оқытудағы негізгі мақсаты ұрпақтың тізбегінде ғасырлар бойы ізін жоғалтпай, тарихымызды танытып, рухымызды көтеріп, ұлттық намысымызды оятып жүрген шешендік өнерді оқытып, шешен сөйлеуге баулу. Бұл курстың тиімділігі курс негізіне коммуникативтілік, ортақ мәтіндік, функционалдылық сияқты қазіргі амалдарды енгізу, курстың кәсіби бағыттылығын тереңдету, мектеп бағдарламасында тілтану пәндерінің арасындағы тілдік қатынасқа, сөйлеу дағдыларына баулудың мазмұнын үйлесімді тұрғыда бөлу. Қазақ халқының шешендік өнері таңдау курсының негізгі бағыттары: шешендік өнерді үйрету, шешенге тән дағдыларды игеру, шешен сөйлеуге әзірлеу, шешен ретінде даярлау, шешен сөйлеуді меңгерту. Бұл курстан күтілетін нәтиже: қазақ халқының шешендік өнерін үйреніп, сөз мәдениетін меңгереді, тапқыр да ұтымды сөйлеуді үйренеді, өзіндік ой пікірлері бар шешен ретінде қалыптасады, қандай ортада болмасын, жан-жақты шешен сөйлеуді меңгереді. Жалпы бұл курстың бөлімдері 5 бөлімді қамтиды. Бірінші бөлімде қазақ халқының шешендік өнері туралы білу. Бұл бөлімде 8 сағат берілген. Шешенге тән дағдыларды игеру. Бұл бөлімге 6 сағат берілген. Сөз сөйлеуге даярлық, шешенге қойылатын талаптар, қажетті дағдылар, тыңдау уәждері, шеберлікті игеру шарттары осы тақырыптар қамтылған. Үшінші, шешен сөйлеуге әзірлену. Бұл бөлімге 11 сағат берілген. Яғни шешендік сөздердің стилистикалық ерекшеліктерін, сөйлеу мәнерлігін қалыптастырудағы шешендік құралдарды, шешен тұлғаға тән қасиет қағидаларды, жұрт алдында сөйленер сөздің құрылымын, сөздерді байланыстыру әдістерін, сөз сөйлеуге даярлану алгоритмін, нақты сөзге дайындық, күнделікті дайындықты, түсіндіру тәсілдерін меңгертіп, шешен сөйлеуге әзірлеу
зерттеу тақырыптары қамтылған. Төртінші, шешен ретінде даярлануға 5 сағат берілген. Бұл бөлімде тыңдаушының зейінін өзіне аудару және кідірте білу амалдарын, қақпанға түсіру тәсілдерін меңгертіп, шешен ретінде даярлау тақырыптары қамтылған. 5-ші бөлімде шешен сөйлеуді меңгеруге 4 сағат берілген. Бұл бөлімде пікірталас, жоба қорғау, сайыс түрлері арқылы оқушыларды жан-жақты дамыған, өзіндік пікірі қалыптасқан, ұтқыр оймен тапқыр сөйлеуді меңгерген жеке тұлға ретінде қамтамасыз ету тапсырмалары қамтылған. Пәнаралық байланыс, қазақ тілі, қазақ әдебиеті және тарих. Уақыт көлемі жалпы сағат саны 34 сағат, аптасына 1 сағат. Жалпы сабақтың өтілу формасы тренинг, пікірталас, жоба қорғау және сайыс түрінде. Әдістемелік құралда толығымен 34 сағаты берілген. Жалпы осы курс бойынша төмендегідей түйіндеуді ұсынуға негіз жасаймын. Яғни бұнда бірінші сөйлеудің сапасы, екінші сөйлеу мәдениетінің көрсеткіші, үшінші сөйлеудің оқушылардың тілдік қарым-қатынасының мәдениеті және тілдік қарым-қатынас мәдениетінің кешенді пән ретінде сол себепті оқыту мазмұнын іріктеуде міндетті түрде әлеуметтік және шешендік тану саласындағы соны жетістіктерді ескеру керектігін ұсынамын. Жақсы, Тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, рахмет. Уақытында аяқтадыңыз.